Рамазан жанымыз рахаттанатын ай. Неге жан рахаттанатын ай деп жатырмын? Өйткені адамның болмысы жаннан және тәннен тұрады. Біз 11 ай бойы тәнімізге тамақ береміз де жанымызды ұмытып кетеді екенбіз. Сөйтіп бейшара жанымыз қараңғы бөлмеде бір бұрышта отырған бала сияқты бір жарық іздеп, тамақ іздеп қалады екен. Ал жан қалай тамақтанады? Тән топырақтан жаратылған, сондықтан ол топырақтан жаратылған нәрселермен рахаттанады. Мысалы, біз жейтін тамақтың барлығы жерден шығады, топырақтан шығады. Біз киетін киімнің бәрі топырақтан шығады. Біз тұратын үйлердің барлығы топырақтан жасалады. Сол сияқты бізді рахаттандыратын тіпті әйелімізге дейін топырақтан жаратылған. Ал жан немен рахаттанады? Жан Алладан келген. Ол Алладан келген нәрселермен ғана рахаттанады екен. Ал Алладан келген нәрсе ол Құран. Сондықтан біз Құранға жақын болсақ, Құранды, Мұхаммед пайғамбар исламның сүннетін сүйетін болсақ, жанымыз толық рахаттанады екен. Ендеше осы Рамазан айында жанымызды толық тамақтандырып, рахаттандырайық. Тәніміз ашықса да, жанымыз тойып жүрсін.